Саметке кеп тұрым. Қарыз қайтаруға келдің бе? Бәрін қайтарам, уәде берем. Бүгін жолым болады 100%. Неге сонша сенімдісің? Өз түбіме жеттім. Басқа біреуге емес, сенен кетем. Сорлы болғаның үшін емес, тек өміріңді өзгерту үшін әрекет етпейсің. Тыңдаңызшы, бәрін қайтарам. Босатыңдар мені, жындақты ма? Иван Алипатов, сіз бе? Сізге лайық рөл бар. Сізге керек осы. Аумайды, қалай? Сәлеметсіз бе? Сіз бәрін түсіндіреді деп еді. Петренко өз өлімін көрсету үшін өзінен аумайтын актер жалдады. Құтқару қызметі тыңдап тұрмын. Алло, айтыңыз. Бөтен ақша, бөтен көлік. Ваня, не ойың бар? Әлгінің үйіне барамын, шетел паспортын алам да. Денис, мен алдамақшысың ба? 10 күн берем. Әйеліңді өлтіріп, сосын балаларыңа кірісем. Қайдағы балалар? Сенің балаларың. Қапсалем. Марина Гронская, федералды қауіпсіздік қызметі. Петренко Денис Анатольевич, сіз бе? Иә, мен. Батырдың рөлін сомдағым келетін. Бәлкім осы менің мүмкіндігім шығар. Не ойын ойнап жүрсіз, Денис? Ол туралы қажетінше мағлұмат алуым керек. Келіскеніміздей сізден мәлімет күтем. Уақыт таяз, санаулы күндер қалды. Иван Липатов. Актер, аналарыңдай бола алмаспын. Есесіне лайықты әке бола. Әке, анам қайтып келеді ғой, рас па? Алдарыңда кінәлімін. Тезірек қайту үшін қолымнан келгеннің бәрін істеуге тырысам. Қашан? Уақыт жоғалтпай оны ұстау керек. Кез келген сәтте оның көзін құртуы мүмкін. Енді аузыңды ашсаң, әйеліңнің өлігін көресің. Тоқта! Саған керек осы. Енді көзін жоймасақ, құрбандар саны арта береді. Анамды құтқару үшін бәріне барам.